осы регламентке қарсы емессіз ба? Так, жаңағы айтып өткен жобаларды айтатын болсақ, сол жаңа Петроказахстан Құмкөл Resources акционерлік қоғамының кен орнында, Құмкөл кен орнында 5 топырақ өндіретін учаскесіне жоба дайындадық. Олар негізі ауылдан 140-170 километрге дейін орналасқан. 5 участок болғанмен де, олардың аудандары әртүрлі болғанмен де, объем добычи бәрі 5 участокте бірдей болады. Яғни бәрі выброс, отход шығатын өндірісте бәрі бір. Содан технология туралы айтатын болсақ, сол машинада экскаватор жүреді, экскаватор құмды жинап, автопогрузчикке салынады. Автопогрузчик оны дальше уже өндіруге апарады. Жаңа құм Петроказахстан Құмкөл Resources өзі өндірісіне пайдаланады, яғни кен орындарда жол салуға, сондай ұқсайтын мақсаттарға пайдаланады. Ауаға әсер туралы айтатын болатын кесек, так, ең көп әсерді тигізетін зат ол, яғни автомашиналар өндірісте жүретін. Сол источниктар веществолар туралы айтатын болсақ, общий оның саны бір карьер бойынша 300 килограмм жылына, яғни 5 карьерден 1,5 тонна шығады. Сол ластаушы заттар азотодиоксид жылына 40 килограмм, азотооксид жылына 7 килограмм, углерод 3 килограмм, серодиоксид 5 килограмм, углерод оксид 3 килограмм, бензопирен, оның вообще әсері кішкентай, миллиондай, 0-ден кейін 7,0, сосын 7. Формальдегид 7 грамм, сероводород 9 грамм, сосын углеводород айтатын болсақ, ол 2 килограмм. Яғни ең көп ластаушы зат ол шаң. Жылына 19 килограммда шығады. Сосын су туралы айтатын болсақ, 4 участоктеде ешқандай су объекттер жоқ. Ақши деген участокте водный поверхностный объект деп айтады. Ақши деген көл бар. Оған біз арнайы су қорғаныс аймақ туралы проект жасадық, согласование бәрін өттік. Сосын отход туралы айтатын болсақ, жылына 1 тонна отход шығады. Олардың ішінде пайдаланған майлар, майланған шүберек, металлолом, қатты қалдықтар және әр карьердің бірінші жылында вскрышный порода шығады. Вскрышный порода дегеніміз не? Ол карьер үстіндегі слойын шешеді и жинақ қояды. Яғни сосын пайдаланып болғаннан кейін рекультиватор жасауға бетіне төсейтін құм. Ол ешқайда апарылмайды, ол тек карьердің шетінде тұрады. Яғни кері рекультивацияда қолданушы үшін. Флора мен фаунаға ешқандай зияны болмайды, потому что өндірісте былайша айтқанда тек машина жұмыс жасап жүреді, ол құмды қазып жүреді. И ол кішкене полупустыня болғасын, ол жақта ешқандай өсетін көп ештеңе жоқ. Және халық туралы әсерін айтсақ, енді өндіріс деген халыққа жақсы болып, жұмыс табылады, жұмыс болады, облыстың экономикасы да көтеріледі налогпен. Сол қорытынды айтатын болсақ, негізі сол ешқайсы карьерлерден халыққа жаман әсері болмайды. Оны тем более ол жасап жүрген кен орны, осы жобада тек құм өндіріледі. Осымен менің докладым аяқталды. Сұрақтарың болса, сұрақтарға жауап беруге дайынмын. Кешірім өтінемін, бағана сіз бастап отырған мезгілде осы қоғамдық тыңдаудың секретарь ретінде мен тағайындаған болатынсыз. Мына телефонды аударып төңкеріп жүрген мезгілде байқамай басып кеткен сияқты. Мына төрайымды тағы да таныстырайықшы. Сосын осы жобаны тағы да бір оқып жіберсеңіз. Менің аты жөнім Жұмагүл Басқат. Бағана халықтың ұйғарымы бойынша осы бағанағы отырысымыздың секретарь ретінде мен тағайындаған Жұмагүл Басқат менің аты жөнім. Сіз өзіңізді таныстырып жіберіңізші өзіңізді. Мен Такеева Айнагүл, Ұлытау ауданы Қоскөл ауылдық округ әкімі аппаратының бас маманымын. Рахмет сізге, рахмет. Біздің қаралымға келіп отырған бүгінгі сол жобамыз, бағана айтқан Құмкөл кен орнының айналасында осы топырақ қорларын зерттеп, осыған өндіруге арналып келген тау-кен жобасы. Соны қарау мәселесі жөнінде осы қоғамдық тыңдау. Үлкен рахмет жобалаушы Қылышбаев Саламат. Қазір бізге барлығымызға осыны әзірлеп, ұсынымға алып келіп доклад жасап отырған осы Қылышбаев Саламат деген азамат. Үлкен рахмет сіздерге. Халықтан сұрақтарыңыз бар ма екен? Сұрап жіберейік.
үлкен рахмет. Бір ауыздан қабылданды десеңіздер, қолдарыңызды көтеріп жіберсеңіздер. Үлкен рахмет. Бұл негізі жоба жасалынып, әлгі Саламаттың әңгімесін тыңдадық. Бұл яғни кен орнының бойында, мұнай кен орнының қасында жасалынып отырғаннан кейін, ол жерде де қазір өндіріс орнының жұмыс жасап жатыр. Ал енді топырақ қорлар өндіру кезінде ешқандай әлгі халыққа тигізетін немесе қоршаған ортаға тигізетін әсерінің жоқтығы осы әлгі жоба көлемінде, осы жобаның бойында бәрінде көрсетілген. Ол әлгі есептеулері бәрі программа бойынша жасалынғандықтан, сондықтан енді бұл жерде адами әлгі факторды жоқ деп есептейміз де, ол есептердің бәрі предельно допустимый выброс ПДК деп айтамыз ғой енді. Сол ПДК-дан асып кетпейді. Бұндағы көрсетілген есеп бойынша көлемдерінің бәрі. Сондықтан бұл әлгі карьердің халыққа ешқандай да зияны жоқ деп есептейміз. Сіздерге үлкен рахмет. Осындай отырысқа жиналып, осы жерге келіп, әлгі өздеріңізге тиесілі сұрақтарыңыз болатын болып жатса, осы карьер жөнінде бұл жоба негізі бір ай бойына әлгі осы жерге хабарламайын деп, үлкен баспасөз газет беттерінде, не болмаса үлкен порталда, министерствоның порталынан танысуға болатын. Бұндай жағдай жасадық. Осы порталда, не болмаса ауыл тұрғындарынан осы жобалаушы мекемеге немесе тапсырыс беруші мекеменің тарапына ешқандай да сұрақ болған жоқ. Сондықтан енді сіздерге де енді сұрақтарыңыз жоқ, түсінікті деп жатсыз. Үлкен рахмет. Ауылдарыңызда, жалпы ауылдарыңыз жақсы екен, үлкен рахметті айтамыз енді. Сәл алыста болса да енді тұрғанмен де социальный жағдай жаңа өркендеп, инженерлік сеттер бәрін көріп жатырмыз. Үлкен рахмет енді ona үкіметтің жасап отырған саясаты. Бұл енді карьера қастарыңызда болғаннан кейін, сондықтан бұның да сіздердің әлеуметтік жағдайларыңыздың көтерілуіне бірден бір ықпалы тиеді деген есептейміз. Үлкен рахмет, тамашылықта болайық. Төрағаға сөз берейік. Сіздің сұрағыңыз болмаса, жабық деп жерлейсіз бе? Жоқ, сұрағым жоқ ешқандай. Қоғамдық отырыс жабық. Үлкен рахмет, жақсы. Сау болыңыздар. Мына хаттама дайындалады, одан кейін сіздерге қол қойылуға, жоғарғы органдарға тағы да жіберіледі. Үлкен рахмет. Тамашылықта болайық.